Пинтудода зат іздеуді үйренеміз. Оның бірнеше әдістері бар. Ең бірінші әдісі камера арқылы іздестіру. Яғни қарсы алдымызда тұрған затты суретке түсу арқылы іздеу. Екінші әдісі арнайы дайындап қойылған суреттерді, яғни фотогалереяңыздағы суреттерді жүктеп іздеу арқылы сайтқа жүктеген кезде дәл сол затты тауып береді. Үшінші әдісі сканерлеу арқылы іздестіру. Яғни сіз осы приложениеден көрген затыңызды скрин жасаған кезде міндетті түрде астында QR кодын дайындап береді. Сол скринді сіз таныстарыңызға жіберсеңіз, сол затты дәл сол магазиннен таба алады. Зат іздеудің тағы да бір әдісі заттың атын жазып іздеу. Яғни аудармашы арқылы қазақ немесе орыс тілінен қытай тіліне аударып, осында сол сөзді жазу арқылы іздейсіз. Және зат іздеудің тағы бір түрі категорияларға бөлініп тұрған жерден категориядағы заттар арқылы іздеу.